Жақсы әдет қалыптастырудың қарапайым 4 қадамы. 1898 жылы психолог Эдвард Торндайк әдеттердің қалай пайда болатынын және адамның мінез-құлқына қандай қағидалар басшылық ететінін анықтау мақсатында тәжірибе жүргізеді. Торндайк жануарлардың жүріс-тұрысын зерттеуге қатты қызығып, алғашқы тәжірибесін мысықтарды зерттеуден бастайды. Ол күрделі жәшік деп аталатын құрылғының ішіне мысықтарды жеке-жеке салып қояды. Мысықтар жәшікті бір ғана қарапайым әрекетпен аша алады. Ол үшін ілмекті тартып, тетікті басып немесе тұғырды аяғымен түрту керек. Мәселен, жәшіктегі тетікті басқан уақытта оның бір шетіндегі есік ашылады. Жәшіктен босаған мысық тамаққа қарай жүгіре жөнеледі. Жәшікке қамалған мысықтардың барлығы дерлік одан қашып шығуға әрекеттенеді. Бұрыш-бұрышты тіміскілеп, саңылауларды аяқтарымен түртпектеп, жәшіктің ішіндегі заттарды тырналайды. Бірнеше минуттан соң мысықтың аяғы тетікке байқамай тиіп кетіп, есік ашылады да, олар сыртқа жүгіріп шығады. Торндайк мысықтарды жәшікке бірнеше рет салып, олардың іс-әрекетін қадағалайды. Алғашында олар ерсілі-қарсылы жүріп, әр жерді тырналай береді. Бірақ тетікті баса салысымен есік ашылады. Мысық сыртқа шығады. Тәжірибе бірнеше мәрте қайталанған соң үйрену процесі басталады. Мысықтар тетікті басып, бұл әрекетінің марапатқа жеткізетінін, жәшіктен қашып шыға алса, тамақ жейтінін түсінеді. 20-30 тәжірибеден кейін мысық үшін тетікті басу әрекеті үйреншікті дағдыға айналып, олар бірнеше секундтың ішінде жәшіктен шығып кететін жағдайға жетеді. Номер 12 мысық жәшіктен шығу үшін әр тәжірибеде мынадай уақыт жұмсады. 160 секунд, 30 секунд, 90 секунд, 60, 15, 28, 20 деп жазды Торндайк. Бастапқыда мысықтардың жәшіктен шығу әрекеті шамамен 1-1,5 минутқа созылса, соңғы 3 тәжірибеде мысықтар бар болғаны 6-3 секундта жәшікті ашты. Тәжірибе артқан сайын мысықтар алдыңғы қателіктерін қайталамауды үйренсе, уақыт өткен сайын шапшаң қимылдап, тетікті автоматты түрде басып қалуды әдетке айналдырды. Мысықтар алдыңғы қателікті қайталамайды, бірден дұрыс әрекетке көшеді. Торндайк осы зерттеулерге сүйене отырып, мысықтарды үйрету процесін былай деп сипаттайды. Әрекеттер қайталанған сайын нәтиже жақсарып, мысықтар соны ғана қайталауды үйренді, ал нәтижесіз әрекеттерден бас тартты. Оның бұл еңбегі әдеттердің қалай қалыптасатынын төңірегіндегі пікір-таласты қыздырған зерттеуге айналды. Бұл тәжірибе әдет дегеніміз не? Неліктен ми әдет қалыптастыруға бейім деген сияқты бір қатар іргелі сұраққа жауап береді. Неліктен ми әдет қалыптастыруға бейім? Әдет бірнеше мәрте қайталанғаннан кейін автоматты түрде жүзеге асатын іс-әрекет. Әдет қалыптасу процесі сынақ пен қателік кезеңінен басталады. Өмірде түрлі жаңа бетбұрысқа тап болғанда шешім қабылдау жүгі адам миына түседі. Мұндай жағдайда қалай әрекет ету керек? Қандай да бір мәселемен алғаш рет жолыққанда оны қалай шешу керектігіне сенімді болмайсыз. Торндайк мысығы секілді сізде алдымен іске асады-ау деген әрекеттерге жүгінесіз. Осы кезеңде мида жүйке жүйесінің белсенділігі жоғарылайды. Жағдайда әбден ой елегінен өткізіп, дұрыс әрекет таңдауға талпынасыз. Көптеген жаңа ақпарат жинап, оларды түсінуге тырысасыз. Осы кезде миыңыз тиімді әрекетті тапқанша тоқтаусыз жұмыс істейді. Кейде сіз тетікті байқамай басып қалған мысық сияқты күтпеген жерден шешім тауып кетуіңіз мүмкін. Қатты мазасызданып, жаныңызға дауа іздеп, тоқтаусыз ізденгенде ғана тыныштық табатындай сезінесіз. Күні бойы жұмыс істеп қатты қалжыраған кезде бейне ойын ойнасаңыз, миыңыз тынығып, күш жинайтындай көрінеді. Бәрін шетінен сынап көре бересіз, әйтеуір дұрыс шешімін табасыз. Шешім қабылдаған соң сіздің болашаққа қатысты жоспарыңыз өзгереді. Миыңыз дұрыс шешімге әкелген оқиғаларды бірден есте сақтап қалуды үйренеді. Тоқтай тұршы, жақсы нәрсе екен.
Осының алдында мен не істеп едім деп ойлайды. Адамның әрбір әрекетінің астарындағы кері байланыс түйіні дегеніміз осы. Сынап көру, қателесу, үйрену, басқаша істеп көру әдістерін соған жатқызуға болады. Тәжірибедегі қате әрекеттер тоқтап, пайдалы әрекеттер мида сақталып қалады. Бұны біз әдет қалыптастыру деп атаймыз. Мәселе қайталанған сайын ми оның шешімін автоматты түрде табуды үйренеді. Әдеттер автоматты түрде жүзеге асатын шешімдер жиынтығы. Олардың маңызы өте зор. Ғалым бихевиорист Джейсон Греха бір сөзбен айтқанда, әдеттер бізді қоршаған ортада үнемі қайталанатын проблемаларды реттейтін таптырмас шешімдер дейді. Әдет қалыптасқаннан кейін ми белсенділігі бәсеңдейді. Сіз қиындықтан шығаратын шешімдерді есте сақтадыңыз. Бұдан кейін басқа әрекеттерге мән бермейсіз. Болашақта осындай мәселе қайталанса, не істеу керектігін жақсы білесіз. Мұндай проблема тағы туындағанда оған жан-жақты талдау жасаудың қажеті болмайды. Ми сынақ пен қателік процесін атап өтіп, төл ережесін қалыптастырады. Яғни мына жағдайда бұлай істеу керек деген қағидамен жұмыс істейді. Ойша құрылған сценарий белгілі бір жағдайда автоматты түрде жүзеге асады. Мәселен, күйзеліс кезінде жүгіру көмектесетінін біліп тұрасыз. Жұмыстан шаршап келгенде бейне ойын джойстигіне жармасасыз. Бастапқыда не істеу керектігін ұзақ ойласаңыз, енді сол әрекеттер өзінен өзі жасала береді. Өйткені сізде әдет қалыптасты. Әдеттер тәжірибенің көмегімен пайда болған саналы тетіктер. Түсінікті тілмен жеткізсек, әдет дегеніміз адамның бір кездері проблеманы шешу үшін істеген қазір есінде қалған әрекеттері. Бұған дейін бастан кешірген жағдай қайталанса, жадыңыздағы естеліктер оянып, автоматты түрде дәл сондай шешім қабылдауға кірісесіз. Болашақта мәселені шешуде қай нұсқа дұрыс екенін болжау үшін ми өткен оқиғаларды есте сақтап отырады. Әдет қалыптастыру аса маңызды процесс, өйткені саналы психикалық іс-әрекет ми жұмысында шағын орын алады. Ми бір уақытта бір ғана проблемаға зейін қоя алады. Сол себепті ол басты назарды аса маңызды деген міндетке аударады. Адамдар ми маңызы төмен міндеттерді мейлінше бейсаналы, яғни автоматты түрде орындауға тырысады. Әдет қалыптасқанда дәл осы процесс жүзеге асады. Әдеттер когнитивті салмақты жеңілдетіп, сол арқылы миды артық жұмыстан босатады. Бұл уақытта ми басқа да маңызды мәселелерді шешіп жатады. Әдеттердің пайдасы көп десек те, кейбір адамдар оны түсіне алмайды. Мұндай адамдардың қарсы уәжі мынадай: әдеттерден ішім пысып кетпей ме? Өмірден ләззат ала алмасам, мұндай өмір салтын ұстанудың не қажеті бар? Бір нәрсені ғана қайталай берсем, өмірдің қызығынан, оның тосын сыйларынан құр қалмаймын ба? Оған күмәнім бар. Мұндай сұрақтар жалған дихотомияны асқындырады. Осы тәріздес сауалдар сізді әдет пен еркіндіктің бірін таңдауға мәжбүрлеп тұрғандай. Шын мәнінде әдет пен еркіндік бір-біріне жат емес, қайта бір-бірін толықтырады. Әдеттер еркіндікті шектемейді, олар сізді азат етеді. Шынтуайтында әдеттерін басқара алмайтын адамда еркіндік аз. Мәселен, ақшаны дұрыс жұмсауға әдеттенбеген адам үнемі әр тиыны үшін күресуге мәжбүр. Салауатты өмір салтын әдетке айналдырмаған адам әрдайым күш-қуаттың аздығынан зардап шегеді. Ал оқуда озат болудың не екенін білмейтін адам үнемі қатарға қосыла алмай жүреді. Спорт залына бару, хат жазу, қарызды төлеу сияқты ең қарапайым міндеттердің өзін орындау үшін үнемі ұзақ шешім қабылдайтын болсаңыз, еркіндікке ешқашан уақыт таппайсыз. Күнделікті тіршіліктің негізгі қағидаларын жеңілдеткенде ғана еркін ойлау мен шығармашылыққа мидан орын табылады. Сонымен бірге әдеттеріңіз әбден қалыптасып, күнделікті өмірдегі басты мәселелер автоматты түрде шешіліп отырса, артық жұмыстардан арылған ми жаңа сынақтармен күресуге, жаңа міндеттерді орындауға белсене кіріседі. Әдетті бүгін қалыптастырсаңыз, ертең сіз болашаққа жоспарлаған соны ойларыңызды жүзеге асыра бастайсыз.
Әдеттердің қалай жұмыс істейтіні туралы ілім. Әдет қалыптастыру процесін қарапайым 4 кезеңге бөлуге болады. Стимул, қалау, реакция және марапат. Процестің басты бөлшектерін жеке-жеке қарастыру арқылы әдеттің қалай жұмыс істейтінін және қалай дамытуға болатынын үйренеміз. 4 сатылы осы процесс кез келген әдеттің негізін құрайды. Ми осы кезеңдердің барлығынан дәл осы тәртіппен өтеді. Бірінші кезең стимул. Стимул мидың қандай да бір әрекетті орындауына бастамашы болады. Мұны алда сізді керемет марапат күтіп тұрғанын алдын ала білдіретін шағын ақпарат деп қабылдаңыз. Ежелгі дәуірлердегі адамдар тамақ, су, секс сияқты бірінші кезектегі қажеттіліктерге аңсары ауып, ең алдымен оларға жетуге ынталанған. Ал қазір біз уақытымыздың көбін ақша, атақ, билік, дәреже, мақтау, қолдау, махаббат, достық, қамсыздық сияқты екінші дәрежелі қажеттіліктерді іздеуге жұмсап, соларға жетуге ұмтылып жүрміз. Әлбетте, бұлар да күнелту, дүниеге ұрпақ әкелу секілді басты қажеттіліктерді өтеуге жанама түрде көмектеседі. Ми қай жерде марапат болуы мүмкін деген ақпаратты іздеп, ішкі және сыртқы ортамызға ұдайы талдау жасап отырады. Стимул бізді марапат күтіп тұрғанын бәрінен бұрын сездіретін көрсеткіш болса, содан кейін табиғи жолмен қалау оянады. Қалау екінші қадам. Ол кез келген әдеттің қалыптасуына түрткі болатын мотивацияның басты факторы. Белгілі бір дәрежеде мотивация немесе қалау, яғни өзгеріске талпыныс болмаса, адамның әрекет етуге ешқандай құлқы болмайды. Негізі біз әдетте емес, соның нәтижесінде болатын өзгерісті аңсаймыз. Мәселен, сіз темекі тартқыңыз келмейді. Темекі тартудан ләззат алғыңыз келеді. Сол сияқты тіс жуу процесі бізді қызықтырмайды. Бірақ ауыз қуысының тазалығын жанымыз қалайды. Сіз теледидар қосқыңыз келмейді, көңіл аулағыңыз келеді. Адамның әрбір әрекеті ішкі жай күйді өзгерту қалауына туындайды. Аса маңызды бұл тақырыпқа кейінірек арнайы тоқталамыз. Әр адамның қалауы әртүрлі. Теория тұрғысынан қарастырсақ, кез келген ақпарат адамның қалауын оятуы мүмкін. Бірақ іс жүзінде адамдардың бәрінің әрекеті бірдей болмайды. Мәселен, ойын автоматтарының дауысы құмар ойыншының қалауын бірден оятады. Ойынханада тиынның сылдыры мен ақшаның шытыры сирек ойнайтындардың құлағына түрпідей тиеді. Біреудің қалауын қоздырған стимул басқа біреу үшін ешқандай мәнге ие болмайды. Ой, сезім және көңіл күй ғана стимулды қалауға айналдыра алады. Үшінші қадам реакция. Реакция ой немесе әрекет формасында көрініс табатын тұрақты әдетіміз. Реакцияның болу-болмауы мотивацияның қаншалықты деңгейде екеніне, сонымен бірге оның орындалуы қаншалықты қарапайым немесе күрделі екеніне байланысты. Адамның кейбір әрекеті өзі ойлағаннан әлде қайда көбірек күш пен ақыл ойды қажет етсе, ол реакциядан бас тартуы мүмкін. Біздің реакциямыз мүмкіндігімізге тәуелді. Қалай дегенмен қандай да бір әрекетті орындау қолымыздан келмесе, ол әдеттің қалыптасуы екіталай. Баскетбол ойнағыңыз келеді, бірақ допты биікке лақтыру үшін секіре алмасаңыз, талпынысыңыздан нәтиже шықпайды. Яғни оны әдетке айналдыра алмайсыз. Түптеп келгенде реакция сізді марапатқа жеткізеді. Әрбір әдеттің көздегені марапат. Стимул марапат туралы ақпарат, қалау марапатқа жетуге талпыныс. Реакция марапат алу. Біз марапатқа ұмтыламыз, өйткені ол қалауымызды қанағаттандырады және үйретеді. Марапаттың бірінші мақсаты қалауымызды қанағаттандыру. Иә, марапаттың өзі бізге пайда әкеледі. Тамақ пен су адамның тіршілік етуіне қажетті күш-қуат береді. Қызметте өсу арқылы көп ақша тауып, құрметке ие боламыз. Салауатты өмір салтын ұстану денсаулықты жақсартып, екінші сыңарымызды табу мүмкіндігін арттырады. Алайда, қажеттіліктің ең басты пайдасы аш қалмау, беделге немесе қолдауға ие болу, қажеттілігі өтелген адам содан аз уақыт болса да ләззат алып, жаны жайланады.
Екіншіден, марапат бізге болашақта қандай әрекеттерді есте сақтап қалу керектігін үйретеді. Ми марапатты іздеп табуға арналған құрылғы. Біздің өмірді қалай сүріп жатқанымызды бақылайтын сенсорлы жүйке жүйесі қандай әрекеттердің қажеттілікті өтейтінін, қандай әрекеттер ләззат сыйлайтынын үнемі тіркеп отырады. Қажеттіліктің өтелуі немесе өтелмеуі миға пайдалы пайдасыз әрекеттерді ажыратуға көмектесетін кері байланыс механизмінің бір бөлігі. Марапат кері байланыс түйінін түзіп, әдет қалыптастыру циклін аяқтайды. Әрекеттің аталған 4 кезеңнен өту кезінде соның біреуінде қажеттілік өтелмесе, онда бұл әрекет ешқашан әдетке айналмайды. Мәселен, стимулды алып тастасақ, әдет қалыптастыру процесі ешқашан басталмайды. Қалауыңыз жеткіліксіз болса, әрекет жүргізетін мотивация оянбайды. Қандай да бір әрекетті жасау өте қиын болса, оны жүзеге асыра алмайсыз. Орындалған марапат қалауыңыздан шықпаса, бұл әрекетті болашақта қайталауға стимул болмайды. Алғашқы 3 қадамды жасамасаңыз, марапатқа да жетпейсіз. 4 қадамның ешқайсысын орындамасаңыз, әрекетті ешқашан қайталамайсыз. Сонымен, стимул қалауымызды оятса, соның арқасында реакция туғызатын мотивация пайда болып, ал ол қалауымыздан шығатын марапат сыйлайды. Ең соңында марапат әрекеттің тағы қайталануына түрткі болатын стимулға айналады. Аталған 4 қадам біріге отырып кері байланыс түйінін түзеді. Стимул, қалау, реакция және марапат тізбегі автоматты түрде қайталанатын әдеттер қалыптастырады. Біз бұл циклды әдет түйіні деп атадық. 4 қадамнан тұратын осы процесс арағы уақыт салып емес, өмірдің әрбір сәтінде үздіксіз жүріп жататыны кері байланыс түйіні. Ми қоршаған ортаны сканерден өткізіп, келесі сәтте не болатынын болжап, реакциялардың түрлі типтерін сынақтан өткізіп, нәтижелерден сабақ алып отырады. Бүкіл процесс санаулы секундтарда орындалып үлгереді. Біз оны үздіксіз қайталай береміз. Бірақ осындай процесс жүріп жатқанын сезбейміз.